Балалар, сіздер үшін жазамын. Осындай атаумен облыстық Ыбырай Алтынсарин атындағы балалар мен жасөспірімдер кітапханасында жергілікті жазушы ақын Ақылбек Шаяхметпен кездесу өтті. Тағылымды кешке қала мектептерінің оқушылары қатысып, танымал тұлғамен сырлы сұхбат құрды. Сен сыйладың таң нұрын, күннің күміс шапағын, еркін күнім тағдырым, рахмет саған, отаным. Зере Шөптібай 3-ші сынып оқушысы Ақылбек Шаяхмет атасының көптеген шығармаларымен таныс. Кездесуге құр қол келмей, рахмет өлеңін жатқа айтып берді. Айтуынша, үлгі тұтар ақынның мен жастарға сенемін деген сөзі жігерлендірген. Ақылбек Шаяхметовтың өлеңдері мен кітаптарын өте қатты жақсы көрем және қызығып оқимын. Мен бір тау ексен 10 тау ек деген кітабын оқыған едім. Ода терек, шырша және тағы да басқа ағаштар туралы айтылған еді. Бүгінгі көрісуде барлығы күшті өтті. Балалар сұрақ қойды, жақсы болды. Ақылбек Шаяхметов жастарға сенемін деген сөзден мен риза болдым. Ал Кәусар Хасенова кездесуден ерекше әсер алғанын айтады. Ақылбек қожаұлын шынайы өмірде көріп, өзін толғандырып жүрген сұраққа жауап алған. Жергілікті ақынның шығармашылығымен кішкентай кезінен бастап танысқан және қызығушылығын тудырған. Осы кездесуде маған өте ұнады. Мен осы кездесуден оның өмірі, оның отбасы туралы өзім білдім. Бір шығарманы айтсам, рахмет деген шығарма. Ол жерде отан туралы айтылады. Бір сөзбен айтқанда, алғыс отанға дейді. Қаламынан жыр тұнған ақынның өткен жылы 4 жаңа кітабы жарық көрді. Сөз жаздым қалам алып, жеті қара үміт, сенім арман және көлеңке еңбектерінің тұсауы кесіліп, оқырманға жол тартқан. Сиясы кеппеген еңбектердің әр қайсысының көтерген өз жүгі бар, жанр тұрғысынан әр алуан. Мен 4 бірдей жаңа кітабым шықты. Оның біреуі пьесалар жинағы, біреуі жеті қара туралы, тарихи оқиғалар туралы деректі кітап. Біреуі үміт, сенім, арман деп аталатын Астананың Фолиант баспасына шыққан поэзиялық жинақ. Оны олай деп қойған себебім, үмітіміз үзілмесін, арманымыз аласармасын, сенімге селкеу түспесін деген мақсатпен қойылған. Оның сыртында Қостанай өңірінде әлі есімі белгісіз тұма таланттар бар, халыққа жырлары жетпей жатқан жыраулар бар. Солар араб әрпімен басылған дүниелерін ел аузынан жинап, соны кәдімгі төте жазудан араб әрпімен кириллицаға түсіріп, сөз жаздым қалам алып деген атпен қайтадан бастырып шығардым. Ал жаңадан жазылған пьесалар жинағым біздің ұлы ағартушыларымызға, Ыбырай Алтынсаринге, Шоқан Уәлихановқа, Ілияс Омаровқа, Нұржан Наушабайұлына, тағы басқа тұлғаларға арналған, Ахмет Байтұрсынұлына осы пьесалар жинағым көлеңке деген атпен жарық көрді. Кездесу барысында мұқабасына шаң қонып үлгермеген кітаптарынан авторы балаларға арналған өлеңін оқып беріп, өлеңдердің қошеметіне бөленді. Басымыз түйісіп, алыстық қолды біз әріптер еліне бастаймыз жолды біз дейді. Бұлай екі қол қосылған кезде бастары түйіседі, бір-біріне қолын созғанда ортасындағы белдік пайда болады. Бұл да суретті кітапша. Кітапханада балалар кітабының апталығы өтіп жатыр. 1 сәуірден бастап 6 сәуірге дейін біз балалар кітабының авторларымен кездесетін боламыз. Және де бүгінгі біздің кейіпкеріміз басты. Бұл жергілікті мақтанышымыз ақын, Қазақстан Республикасының жазушылар одағының мүшесі Ақылбек Қожаұлы Шаяхметпен кездесті. Бұл кездесуге нөмір 24 орта мектебінің 3-ші сыныптары және Мәуленов атындағы, Сырбай Мәуленов атындағы мектептің 5-ші сыныптары өте қуана қатысты. Балалар бұл кездесуде көкейде жүрген сұрақтарын қойды ағайға. Бір сырласу түрінде өтті деп ойлаймын. Тағылымды кеш барысында ақынның осы уақытқа дейін жарық көрген еңбектерінен көрме ұйымдастырылды. Кездесу соңы автормен естелік суретке түсумен түйінделді. Айдана Манатқызы, Радион Бабич, Қостанай телеарнасы.